Allah subhanahu wa ta'ala Bakara suresinde keltiredi. Sözsüz biz senderle kavp katerimen, açlıkmen, maldarыңды, candarыңды және өмірлеріңді кем қылу арқылы сынаймыз. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonдай жағдайларда сабыр сақтайтын жандарды қуант. Қашанда оларға бір ауыртпалып жетсе, олар шын мәнінде біз Алладан келдік және оған қайта ораламыз дейді. Міне соларға Раббылары жақтан жарылғау және шапағат бар дейді. Енді сен намаз оқып жатсың, ораза ұстап жатсың, мешітке барып жатсың, қари болып жатсың, енді ауырмайсың деген сөз жоқ. Басыңа бір қиыншылық түспеді деген нәрсе жоқ. Мұсылмандардың да басына сонда бір қиыншылықтар түскен уақытында мұсылман адам қандай болу керек екендігін осы аятта өте бір көркем айтып қойып жатыр. Мұсылман болғаннан кейін де адам перзентсіз болып қалуы мүмкін. Қараң, мұсылман болғаннан кейін де кедей болып қалуы мүмкін. Мұсылман болғаннан 5 уақыт намазын оқып жүргеннен кейін бір ауырышыл болып қалуы мүмкін. Бірақ осының барлығын Алла субхана тағала Құранда шешіп қойды. Сен енді намаз оқысаң болды, ауырмайсың, тіке прямой жәннатқа кіріп кетесің деген нәрсе жоқ. Бәлкім сыналынады бенде. Бәлкім бенде осындай үлкен сынақтарға түседі. Bir günü Davud aleyhisselam aldına bir ayel keledi. Aşılanıp keledi. Есті тақылдатпаса ашуланып келеді. Ey Davud! Ey Davud! Davud aleyhisselam korkup кетеді. Ne oldu eкен деп. Ne oldu deydi. Senin Allah'ın adil mi? Nemesem zalim ba deydi. Ey ne degenim o? Ne aytıp atsın bu deydi. Ey Allah'ın adil bolsa kana adil dege. Men özüm cesir ayelmin 5-6 bala şağam var benim dedi. Özüm cün iyiremin, o cünnen cip iyiremin. Özlüp bazarga aparıp onu satıp bala şağama ana buna üşedin jeytin agelip veremin. İbadatımның barlığı toluk, baldarımның barlığı tartıda öte bir жақсы. Үйде ештеңе қалмаған еді. Жіпті жақсылап иеріп, жүнді иеріп, жіп қылып, базарға алып кетейін деп, базарға шығып кетіп бара жатсам, кенеттен бір құс маған шабуыл жасады да, матамды да, жібімді де көтеріп кетіп қалды. Мен бала шағама еш нәрсе әкеле алмастан құр келдім. Aşşattık. Kana Allah'ın senin Kudayının adildigi dep kaldı. Sonda Davud aleyhisselam ey dep atırdı geç takılып kaldı. Kırın dedi. Sütübede sizge bir 10 saudager gelip dur. Kollarında 10 dinarları var. Sizge gelip sizden söyleşme. Kırsın dedi. Жаңалдан бәрі кірді. Кіріп келгеннен кейін не болды? Hazret dedi, biz kemede tengizдің üstünde едік. Birden sonдай şamal болды. Biz өліп кетейін дедік. Содан кенеттен бір құс пайда болды. Содан ол құс бір матаны тастады. Матаны алып қарасақ, onun içinde iyerilgen cip var eken. Matаны alıp can-çağını bәрін орадық. Және де жіптерді жаңағы жерге тостық. Содан кейін біз өте үлкен қауіп-қатерден аман қалдық. Содан біз айттық. Енді Алла бізді осындай пәлегеттен өзінің құдіретімен сақтағаннан кейін әрқайсымыз өзімізден 10 динардан нәзір қылған едік. Осыны сізге әкеп бердік. Осыны muhtaç жандарға берсеңіз деді. Davud aleyhisselam әйелге қарап қалды. Әйел қайран, аңтаң болды. Содан саудагерлер шығып кеткеннен кейін, ей надан әйел деді. Көрдің бе деді. Аллах сенмен құрлықта да, теңізде де сауда істей береді деді. Бірақ Алла ол әділ, ол аса қамқор, ерекше мейірімді деді. Мына ақшаларды апарғанда
baldarına taratıp tamak ver dedi. Qarаңыз. Müslüman adamның basında bir qiyinchilik tushgan vaqtda Allah'ını жазғырмау керек. Allah'a artıqcha sözlerde aytпау керек. Бәлкім Allah'dan жәрдем сұрау керек. Allah'dan meyrimdilikte tileu керек. Allah bizge nenin hayırlı ekenin Allah öz жақсы biledi. Bizge nenin hayırlı, nenin sağaptı ekenligin Allah subhanahu wa ta'ala öte жақсы biledi. Кейбіреулердің баласы өлсе, қызы өлсе, шашын жұлып, айқайлап, sen өлгеннен гөрі мен өлмеймін бе дейді. Бұл айтуға болмайды. Немесе әкеші шешесі өлетін болса, sen менің асқар тауым едің, sen мені кімге тастап кеттің? Бұл Allah subhanahu wa ta'alaның ашуын келтіретін сөздер. Бәлкім Allah subhanahu wa ta'ala бізге қалай сөйлеуді үйретіп қойды да, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Biz Allah'amız, biz Allah'a қайтушымыз. Қараңыз. Міне мұсылман адамның тілінде осындай сөздер болу керек, тәубелері болу керек. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelirse bir ayıl şaşın culup sonda bir culğunub kiyimlerin cırtıp cılavatkan eken. Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip ey ayıllar Allah'ın şorası sabır kılgın degen et barşa arı dedi. Sen niye biler edin dedi. Men жалғызымнан ажырадым ғой, жалғызым өлгеннен гөрі мен өлмеймін бе деп сонда бір қатты жылап атқан уақытында Пайғамбар Алейхиссалам сабыр деді, бірақ сабыр қылмады. Бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кетіп қалды. Сонда адамдар айтты, сен бекер айттың ғой, бұл ақыры заман пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ғой деді. Содан әйел өзін жиыстырды, шаштарын бәрін жиды, киімін жөндеп Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдына барды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына барып, я Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам, мені кешірің, енді сабыр қыламын деп еді, енді өтіп кетті деді. Адам басына қиыншылық түскен уақыттың өзінде сабыр қылу керек. Қараңыз, адам басына сонда бір қиыншылық түскен уақытында, енді пендеміз ғой баршамыз. Әкеміз өтуі мүмкін, шешеміз өтуі мүмкін, баламыз өтуі мүмкін, қызымыз өтуі мүмкін. Бірақ бұны жанын алушы жалғыз Аллахтан басқа ешкім ала алмайды. Бірақ бізді сынау үшін وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sonda basımıza kıyınçılık түсіп тұрған уақытта біз Allah'a қайтушымыз деп тұру. Міне соларға Раббылары жағынан жарылқау және шапағат. Бұл дегені әке өлсе жыламау керек екен, шеше өлсе жыламау керек екен деген теріс түсініктер шықпау керек. Жылау керек, шын жүрекпен жылау керек. Мына бізде көп өтірік жылайды. Адамдар өтірік жылап тұрады. Адамдар келіп өтсе атам дейді. Адамдар өткеннен кейін аузына насыбайын сабалады, немесе сигаретін түстетіп тұрады. Адамдар келіп келсе тартасына жүреді, тағын солай. Бұл астағфиралла. Бұл шын жылау деймін. Адам шын жылау керек. Жүрекпен жылау керек. Алла субхана ва таалаға қарсы келетін сөздерді айтпау керек. Оны алғаннан гөрі мені алмайсың ба? Астағфиралла, сен Allah'ın жұмыста араласатын сен кімсің? Асықпа, сені де алады. Сенің де жаның кетеді. Сен мәңгі қалмайсың, сенің де жаныңды алады. Бірақ Алла субхана ва тааланың алдына не деп барасың? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдына бір қояншық ауруы бар әйел келді. Қояншық ауруын білесіздер, эпилепсия дейді. Эпилепсияға бұл қазір медицина ем табылмаған, бұл өте қауіпті ауру. Сонда эпилепсиясы бар әйел келіп тұрып, я Аллахның пайғамбары, маған бір дұға қылыңызшы, мен осындай аурумен ауырамын деп еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы әйелді қаратты. Егер де сен осы ауруыңа сабыр қылатын болсаң, Алла сені жәннаты қылады деді.
Sonda жаңа ayıl aytты. Onda dedi. Men ağırıp kulagan vaxtımda dinelerim aşılıp kalmasın dedi. Yani adam talıp kalgandan keyin neçe türlü жағдай болады. Avret yerleri aşılıp kaladi, başka болады. Qarаңызda, denem aşılıp kalmasın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kıldı. Ol ayıl bazarlarda kulap kalat dedi. Bırak denesi aşılmaytın dedi. Müslüman ayelder sonday bolgan, ağırgan vaxtında da, kulap kalgan vaxtında da denesin biröge körsetүүдөн uyalgan, Allah'dan korkkan. Müslüman ayel ağırıp jatkan vaxtında da üstünün aşılmağını Allah'tan soragan. Tepden cerleytin vaxtımızda da ayel kişini cerleytin vaxtında kabirдің içine kirgizip atkan vaxtında betine mata tosып turamız. Ol өлген. Onu qarab hiç kimin şahvati oyanbaydı. Qarаңыз. Onun hiç kimin kumarı oyanbaydı. Bırak onu ne kılar? Betin jaup turadi. Aşılıp ketсе, böten erkeklerin көзü түспесін деп turib. Demek biz öz ayellerimizden sappa sağ bolup жүрген ayellerimizden kızlarımızın kiyimine, жүрүшүнө, turuşuna öte katı önem vermemiz gerek.